Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бар жоғы 5 минут қана уақытыңызды алатын осындай дәмді таңғы ас дайындайтын боламыз. Яғни лаваштан пицца дайындайтын боламыз. Осындай әдемі, жұмсақ, балалар да сүйіп жейді. Менің балаларыма өте қатты ұнады. Ең алдымен табамызға осы кішкене май құямыз. Жай отта пісіретін боласыздар, қатты отта жасамаңыздар, күйіп кетеді. Осылай табамызға кішкене май құйып, осылай шұжығымызды, колбасаны ұзынша етіп, осылай әдемілеп тізіп шығатын боламыз. Және енді жұмыртқаның ағы мен сарысын жақсылап араластырып, осылай құйып табамызға домалақ етіп, құймақ тәріздес етіп, осылай домалақтап алатын боламыз. Және де лавашымызды, енді бетіне лавашымызды қоятын боламыз. Және де мен лавашты қырықпадым, негізі осылай домалақтап, әдемілеп пышақтың көмегімен кесіп алсаңыздар болады. Мен осылай қалған бөлігіні астына қарай үстіп қайырып қойдым. Және де енді осылай резина қасықпен бері қарай бергі бетіне аударатын боламыз. Енді теркадан өткізілген сырды және де туралып дайын тұрған помидорымды бетіне әдемілеп қойып шығатын боламын. Сырымды қойдым, және де қызанақты осылай бетіне қоямыз. Және де жай отта сыр ерігенше 2-3 минут ұстайсыздар, немесе 1 минут. Сырдың ерігеніне байланысты 5 минуттай ұзақ уақыт ұстамаңыздар, лавашыңыз күйіп кетеді. Қақпағын жауып, мен 2 минут көлемінде ұстадым. Міне сырым еріп, әдемі болып пісті. Баршаңызға ас болсын. Ерінбей бір ғана батырманы басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар достар. Комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Видео рецепті ұнаса, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Әсем.